Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз вафельница дайындаймыз, бірақ оны біз вафельницаның өзінде дайындамаймыз, сковородкада дайындаймыз. Оған бізге 3 жұмыртқа керек, кішкене тұз керек, 120 грамм қант керек. Осыны енді миксермен взбивайттап аламыз. Жұмыртқамыз араластырып болдық. Кішкене тұзбен енді 120 грамм сливочный май құямыз. Енді 150 грамм ұн керек, оны кішкенеден қосасыздар. Қою болып кетпеу керек, сұйық болмау керек. Міне тестамыздың несі осындай болу керек. Қатты қою емес, сұйық емес. Енді қазір сухой құрғақ сковородкаға осыны пісіреміз. Міне құямыз бір несін алып, сосынан кішкене былай істеп аламыз. Міне екінші жағы пісті, бір жағы, енді екінші жағын аударамыз осылай. Енді мынаны аламыз да, сковородканың астына ақын-ақынға қойып, мынаны былай істейміз да, сразу ораймыз. Осылай. Міне вафельный трубочкамыз дайын болды. Біз бұны сковородкада дайындадық. Оның арасында сгущенка жақсаңыздар да болады. Үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өз қалауыңыз бойынша дайындайсыздар.